Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 56-шы сабақ жиындарды құру және жіктеу. Тиісті және тиісті емес таңбалары. Балалар, бүгін біз жиындарды құруды және жіктеуді жалғастырамыз. Тиісті және тиісті емес таңбаларын қолдануды үйренеміз. Олай болса, міне мына жердегі әр жиындағы артық элементті тап есебіне назар аударыңыздар. Бірінші жиында нелер берілген балалар? Жәндіктер мен балық берілген. Бұл жерде артық элемент қайсысы деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, балық бұл жерде артық элемент. Келесі екінші жиында жеміс жидектер берілген. Бұл жерде қайсы зат артық деп ойлайсыздар? Әрине, бұл жерде жуа артық. Келесі үшінші жиынға назар аударыңыздар. Үшінші жиында бұрыштар берілген. Бұл жерде қайсы бұрыш артық деп ойлайсыздар? Әрине, үш бұрыш. Яғни, балалар, бұл жерде біз артық элементтердің барлығын таптық деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Кім зерек әдісін пайдалана отырып бірінші есепті бастаймыз. Бұл нысандар қандай жиын элементтері? А. Шырша, қайың, қарағай, терек. Ата, әже, әке, ана, қызы, ұлы. Б. Сызғыш, қалам, қарындаш. Демек, бұл жерде қайсы элемент артық, қандай элементтер жиынтығы екенін табатын боламыз. Бірінші, демек, шыршалар, қайыңдар, қарағайлар, теректер, бұлар ағаштар жиыны. Ата, әже, әке, ана, қызы, ұлы, жанұя жиын, бұлар жанұя жиыны. Б. Сызғыш, қалам, қарындаш, бұл оқу құралдары жиыны екен. Олай болса, келесі екінші есепке назар аударыңыздар. А. Математика сөзіндегі әртүрлі әріптер жиыны дейді. М әрпі А жиынына тиісті, яғни жазылуы М тиісті А, яғни біз тиісті емес таңбаларын қоямыз. Б әрпі А жиынына тиісті емес, жазылуы Б тиісті емес А. Демек, енді біз А жиынына тиісті тағы 3 әріп жазамыз, А жиынына тиісті емес 3 әріп жазамыз. Балалар, жиынды латынның бас әріпімен, ал оның элементтерін кіші әріптермен белгілейді. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Яғни, тиісті элементінің жиынға тиісті екенін, ал тиісті емес таңбасы элементінің жиынға тиісті емес екенін білдіреді балалар. Енді олай болса, біз осы есепті шығарып көрейік. А. Математика сөзіндегі әртүрлі әріптер жиыны бұл. Демек, М әрпі А жиынына тиістілігі деген міне балалар осылай оқылады. Яғни міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді демек А жиынына тиісті тағы 3 әріп жаз дейді. Демек, олай болса, біз осылай жазамыз. Т тиісті А жиынына, Е тиісті А жиынына, және К тиісті, міне көріп тұрғандарыңыздай, А жиынына. Енді А жиынына тиісті емес 3 әріп жазамыз. С тиісті емес Аға, мынау үстіне сызылып тұру керек, бұл өзгеріп кетті кішкене. Енді Н тиісті емес Аға, және З тиісті емес Аға. Яғни, бізде міне мына таңбалар бұл тиісті таңбасы, ал бұл екінші тұрған тиісті емес таңбасыны білдіреді балалар. Енді келесі үшінші есепке назар аударыңыздар. Берілген сандар қандай жиынның элементтері болып табылады дейді. Қараңыздар, 2, 5, 7, 4, 9. Демек, бұлар бір таңбалы сандар жиыны. Яғни, ол жиынды міне біз осылай қойып, не істейміз? Таңба элементтерді жиын элементін көрсететін боламыз. Яғни, бұл жерде қалып қойған сандар, олар 1, 3, 6, 8. Себебі, бұл жерде қалып қойған, көріп тұрғандарыңыздай 1, 3, 6, 8 деген сандар жоқ. Бірақ бұл бір таңбалы сандар жиынына жатады. Олай болса, түсінікті болса, келесі екінші, төртінші есепке назар аударайық. Бұл жерде біз жинақтай аламын әдісін пайдалана отырып, суреттердегі жиындарға қараймыз, және әр жиынды және оған тиісті элементтерді атайтын боламыз. Қараңыздар, К дөңгелектер жиыны. Яғни, бұл жерде 3 элемент бар. Олар қызыл дөңгелек,
көк дөңгелек, жасыл дөңгелек. Яғни А тиісті К жиынына, В тиісті К жиынына және С тиісті К жиынына балалар. Екінші F шаршылар жиыны. Бұл жерде де үш элемент бар. Олар қызыл шаршы, көк шаршы және жасыл шаршы. Яғни демек D тиісті F жиынына, R тиісті F жиынына және бізде M тиісті F жиынына екен. Енді келесі С үшбұрыштар жиыны дейді. Келесі жиын бізде S үшбұрыштар жиыны. Бұл жерде де үш элемент бар. Олар қызыл бұрыш, көк бұрыш және жасыл бұрыштар екен. Демек, S С жиынына тиісті, яғни одан кейін M S жиынына тиісті, S жиынына тиісті екен балалар. Міне біз осылай оларды қалай аталу керегін және элементтердің қандай түсте екенін атап көрсеттік. Есеп түсінікті болса, келесі есепке назар аударамыз. Бұл жерде біз 5-ші есепті болжау әдісі арқылы шығаратын боламыз. Балалар, жиынды тұйықталған сызық түрінде, диаграмма түрінде де кескіндеп көрсетуге болады. Тек яғни біз осылай домалақ емес, диаграмма түрінде көрсетуге де болады екен. Енді бұл жерде балалар не дейді? А және В жиындарын ата. Осы екі жиын элементтерінің санын салыстыр. Диаграммалар бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Олай болса, қане тексеріп көрек. Демек, А ол жиыны, ол өсімдіктер жиыны екен. Бұл жерде неше элемент бар? 12 элемент бар. Ал В үй құстары жиыны. Бұл жерде, міне санасаңыздар, 9. Яғни 9 элемент бар. Демек, 12 артық 9-дан салыстырып көреміз. Сонда 12 артық 9-дан. Енді диаграммалар бойынша өзің сұрақ құрастыр дейді. Қай элементтердің жиынын алып тастауға болады деген сұрақ құрастырсақ болады. Балалар, 5-ші есеп сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі есепке назар аударайық. 6-шы есеп. Есепті шығар. Мұражайдың бірінші залында табиғат туралы 29 картина бар. Ал екінші залында картиналардың одан 15-і артық. Мұражайда табиғат туралы барлығы неше картина бар дейді. Ал балалар, қане шығарып көрейікші. Демек, бірінші залда бізде 29 картина бар. Ал екінші залда 15-і артық дейді. Мұражайда табиғат туралы барлығы неше картина бар дейді. Демек, біз қалай жасаймыз? Ең бірінші, біз екінші залдағы картинаны табамыз. Ол үшін 29-ға 15-ті қосамыз. Сонда 29-ға 15-ті қосса 44 болады. Демек, екінші залында 44 картина бар екен. Осы 44 картинаны енді бірінші залдағы 29 картинаға қосамыз. Сол кезде біздің мұражайдағы барлық картинаның саны шығады балалар. Есеп өте оңай, бұл жерде құрама есеп берілген, сіздер шығара алады деген ойдамын. Келесі 7-ші есеп 15-ке арттыр, 15-ке кеміт дейді. Яғни бізде берілген 17, 36, 85, 69. 15-ке кемітетін сандар 23, 61, 83, 92 дейді. Ал қанеке тексеріп көрейікші. Демек, сонда арттыратын болсақ, 17-ні 15-ке қосамыз, 36-ны 15-ке қосамыз, 85-ті 15-ке қосамыз, және 69-ті 15-ке қосамыз. Шыққан мәнін өздеріңіз жазасыздар. Келесі екінші 15-ке кеміт дейді. Демек, 23 азайту 15, 61 азайту 15, 83 азайту 15, 92 азайту 15 деп кемітеміз және 15-ке арттырамыз. Балалар, бұл есепті сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Олай болса, келесі есепке назар аударамыз. 9-шы есеп. Тиісті амалдар таңбасы мен сандарды қой дейді. Демек, берілген жақша ішінде 13 және 5 деген сандар. Және тиісті сандар қойылмаған мәні 8-ге тең дейді. Екіншісінде де дәл солай жақша ішінде берілген 16 және 7 сандары шыққан мәні 20-ға тең дейді. Демек, енді бұл жерде біз тиісті амалдар мен сандарды қоятын болса, 13-ке біз 5-ті қосамыз.
және азайтамыз 10-ды. Сонда бұл есептің мәні 8-ге тең болады екен. Келесі екінші есепте 11 қосамыз, яғни бұл жерге тиісті сан 11 таңба қосу екен. Демек 16 мен азайтамыз 7-ні. Сонда бізде 20 деген сан шығады екен балалар. Міне балалар 9-шы есепті да түсініп алды деп ойлаймын. Келесі 8-ші есеп бұл үйге тапсырмасы. Үй тапсырмасында сіздерге түсіндіріп өтейін. Жиындар құр. Әр жиынға 4 элементтен жаз дейді. Демек, А сынып бөлмесіндегі нысандар жинағын жазасыздар, және В қоршаған ортадағы нысандар жинағын жазасыздар. Демек, А сынып бөлмесіндегі нысандар жиыны ол парта, тақта, бор, орындық жатады, балалар. Ал В жиынына ағаштар, жануарлар, өзендер, құстар жатады екен. Балалар, міне бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздер осы сабақта жиын құруды үйрендіңіздер, және тиісті және тиісті емес таңбаларын қолдануды үйрендіңіздер. Балалар, осымен менің сабағым аяқталады. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.